Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Құрметті менің ютубтағы оқырмандарым. Бүгін кезекті сабақ, көптен күткен 22-ші сабақ С әрпі. Өте жеңіл әріп болғандықтан мен жылдам түсіруге тура келді. Өйткені көп уақытты алудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Мұнда түсіндіріп жатырмын С әрпінің элементтерін. Бір ғана элементтен тұрады. Дәл осылай дәптердің сызықтарына сәйкес етіп түсіреміз. Үлкен С әрпі және кіші С әрпі. Келесі С әрпі, үлкен С әрпі және кіші С әріптері сөздің басында және ортасында келсе, келесі әріппен қалай жалғанады? Сонысына мән беріңіздер. Мұнда сол үшін жазылған мысалдар. Келесі мұнда ұзақ сөйлемді жаздым. Менің саусағымнан кейбір әріптер анық көрінбей қалған. Алдағы уақытта осындай қателіктерді дұрыстауға тырысамын. Келесі сабақта кездескенше лайк, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.